Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге керемет бір платформаны таныстыратын боламын. Ол платформаның аты MathSimple деп аталады. Бұл платформа балаларды дамытуға арналған онлайн портал деп аталады. Математика пән мұғалімдер үшін өте керемет платформа. Сондықтан кіріп қарап көрсеңіздер болады. Осы платформаны қолдану үшін біз міндетті түрде тіркелуіміз керек. Ол үшін жоғары жағында кіру үшін деген кнопка бар. Сол кнопканы басу арқылы өзіңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркелсеңіздер болады. Автомат түрде логин парольдеріңіз сақталып тұрса, осылай шығатын болады. Кнопканы басу арқылы автомат түрде осылай тіркелсеңіз болады. Неге менің данныйым шықты. Енді сіздерде егер орысша болып кететін болса, онда перевести на казахский деп мышканы оң жағын басу арқылы осылай қазақ тіліне ауыстырып алсаңыздар болады. Неге симуляторды бассаңыз, осы жерде барлық тапсырмалар бар. Көбейту кестесі, мектепке дайындық, 1-ші сынып, 2-ші сынып, 3-ші сынып, 4-ші сынып, логикалық тапсырмалар, есте сақтау тапсырмалары, назар аударуға арналған тапсырмалар бар. Барлық тапсырмалар деңгей бойынша орналастырылған. Енді қазір осы жерден 1-2 тапсырманы орындап көретін боламыз. Мысалға, мектепке дайындықтың үстін басатын боламыз. Басқаннан кейін қараңыздар, 1-ші деңгей, 2-ші деңгей, 3-ші деңгей болып орналастырылған барлық тапсырмалар. Қазір бір тапсырманы орындап көрейік осы жерден. Бірдей суреттерді табыңыз дейді. Бұл бала үшін өте қызықты, интерактивті тақтада орындатсаңыз да болады. 2 бірдей суретті тауып, жауап беру деген кнопканы басатын боламыз. Егер дұрыс болатын болса, жоғары жақта дұрыс, жарайсың деген сөздер шығатын болады. Неге? Ответ етті басады. Егер дұрыс емес, мысалға дұрыс емес болатын болса, осылай шығатын болады. Ойланып көріңіз деген сөздер шығатын болады жоғары жақта. Енді қазір тағы бір тапсырманы орындап көрейік. 1-ші классқа кірейік. Осы жерде қараңыздар, 1-ші деңгей, 2-ші деңгей, 3-ші деңгей болып барлық тапсырмалар деңгей бойынша орналастырылған. Енді қазір осы жерден бір тапсырманы орындап көретін боламыз. Мысалы, қолдану кнопкасын басатын боламыз. Басқаннан кейін мына жерде 15-ке 0-ді қосқан кезде неше болады деп сұрап тұр. Ответ жауап бересіз. Жауап бергеннен кейін ответить кнопкасын басасыз. Басқаннан кейін жоғары жақта дұрыс или бұрысы шығатын болады. Енді 2-ге 4-ті қоссаңыз неше деп шығып тұр. Жауабын жазады, ответить кнопкасын басады. Дұрыс деп шығып тұр неге. Осылай қолданып көрсеңіздер болады. Өте керемет. Осы видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Мені жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп өтіңіздер және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.